Сәлем канал көрермендері. Қазақша каналдың дамуын қолдап, тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Бұрынғы президент Назарбаевтан теріс айналғандар ертең Тоқаевты да сата салады. Нұрсұлтанды бір ауыздан қолдаған депутаттар Астана атауын неге қайтарғысы келеді? Биыл 2 қыркүйек күні Қазақстанда қаңтар оқиғаларынан кейін құрылған Жаңа Қазақстан тобының депутаттары елордаға Астана атауын қайтаруды ұсынды. Олар елорданың атауын қалпына келтіру тарихи әділдік болар еді деп бағалаған. Бұл ұсыныс мәжіліс алаңында айтыла салысымен қызу талқылауға түскен. Әсіресе қоғам бұл ұсынысқа бір ауыздан дауыс берген депутаттардың әрекетіне қайран қалып отыр. Бұған дейін елорданы Нұрсұлтан етіп өзгертуді қолдаған шенеуніктердің бүгін қайта Астана атауын бірауыздан қалағандарына таңданады. Бұл күлетін дүние емес, керісінше өте қорқынышты. Белгілі қоғам белсендісі Руслан Түсіпбеков қазіргі депутаттар өздерінен күштірек кез келген биліктің немесе сыртқы күштің алдында жорғалайтындай күйге түскенін айтады. Бүгін көп депутаттардың шешімін өзгерте салатынына көпшілік күліп жатты. Күні кеше ғана олар тұңғыш президентті жақтаған болса, бүгін оның ту сыртынан пышақ сұғып отыр. Егер ертең биліктің басына басқа біреу келсе, онда олар қазіргі президентті жерге таптап, жаңа басшысын мақтайды деген сөз, дейді Түсіпбеков. Бұл олқылықты мемлекетіміздің атқару жүйесіндегі қателіктен көреді. Ал сіз бұл жайлы не ойлайсыз?